Всем привет! Бүгін бізде гуляш с тефтелями. Ол үшін фарш, тұз, черный перец, красный перец, зелень, петрушка бәрін араластырамыз. Dilегенімізге ұнды себеміз. Фаршымызды домалақтаймыз, кішкентай әдемі қылып және де ұнға аунатамыз. Қазанымызға май құйып, тефтеляларымызды қуырып аламыз және де бөлек ыдысқа алып қойып қоямыз. Майымызға пияз, укроп, перец, сәбіз бәрін салып араластырамыз. Томат салып, кішкене су құйып, тағы араластырамыз және де кішкене бұқтырамыз. Қайнатылған картошкамыздың үстіне сүт құямыз, тұз саламыз және де оны жақсылап еземіз. Әдемі болып шығу керек және де қайнаған біздің подливның үстіне тұз салып және де тефтелямызды салып араластырып пісіреміз 20 минуттай. И ол піскенше рис саламыз және де картошкамызды әдемелеп саламыз. Үстіне біздің дайын болған подливімізді саламыз. Вот дайын. Сіздермен болған Жұлдызай ас болсын және де тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.